Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 4-8 сыныптың алгебрасын 490 жабы тапсырмаларын шығаратын боламыз. Кейде осындай тапсырмалар келіп қалуы мүмкін сендерге. Мұнда бізде барлық жоғы 6 тапсырма берілген. 20 балл жалпы. 6-шы, 5-шы және 4-шы, 3-ші тапсырмаларға 4 балдан беріледі екен. 2-ші және 1-ші тапсырмалардан 3 және 1 балл беріледі. Әрине 5 алу үшін сендер 20 балдық шкала бойынша 17 балдан жоғары алуларың керексіңдер. 17 балдан жоғары алсаңдар 5 алдық деген сөз. Енді осындай есеп болмаса да осының ұқсастары келуі мүмкін. Сондықтан егер осының шығару жолын қарап шығарсаңдар, мүмкін сендерге көмектеп қалар. Енді бізде мына жерде бірінші тапсырмада айтады, теңсіздік берілген, теңсіздігі интервалдағы тиісті нүктелер мен теңсіздік таңбалары дұрыс қойылған жауап таңдаңыз деп, менде ол көшірілмеді. Сендерде тапсырмада тұруы мүмкін. Қазір араға біз интервал сызығын сызайық. Сызып алдық. Мына жерде енді бізде біреуі плюс 3, плюс 3, мынау минус 9 және мынау минус 5 болады. Демек, минус 9 белгілей алайық. Минус 9 іші боялады. Алымда тұр ғой екен. Сосын минус 5 бөлімде тұр. 5-ке тең болмау керек қой бөлімдегі тұрған. Егер араға минус 5 қоятын болсақ, мән болмай қалады, сондықтан бұның іші боялмайды мына жерде. Өшіргішпен өшіріп кішкене дұрыс. Былай болмақтап қойсаң, минус 5 және бізде 3-тің іші боялады. Осы сан аралықтарын табуымыз керекпіз. Қандай ответ дұрыс болады? Енді мына теңсіздіктерді ретімен жазып алсақ болады. X минус 3-тің квадраты, x плюс 9 көбейтілген x плюс 5 деп. Енді осы жерде осы орындарына мынарадан санда минус 9-дан үлкен кіші сандарды қойып көреміз бірінші. Минус 9-ға минус 10-ды қойып көрсек, мына жерден қандай санды қойсақ та, қандай сан шықса да оның квадраты плюс сан шығады. Так, мына минус 9 қойсақ 0 шығады, плюс демек мына жерге минус 9 қойсақ, минус 10-ды қойсақ бөбе кешіріңдер. Мынаға минус 10-ды қоятын болсақ, минус 10 плюс 9 минус 1 шығады, минус сан шығады. Мынаға минус 10-ды қоятын болсақ, минус сан шығады. Минус пен минус көбейтсек плюсқа плюсті көбейтсек, мына жер плюс. Ол мәндер қабылдайды екен. Мына жерде ше минус 8 алатын болсақ плюс сан шығады. Плюс. Мына жақтан плюс шығады. Мына жерден уже минус сан шығады. Сондықтан мына жер плюсқа плюсті өтсек плюс, плюс минус көбейтсек, мына жер минус теріс. Мына жерден минус 5 пен 3-тің аралығында кез келген сан болсақ болады. Мен мысалға минус 3-ті ала салайық. Мына арада плюс, тағы жоғары жағында плюс, мына жер плюс сан шығады. Мына жер плюс сан шығады. Демек, мына плюс болды. Мына жерде 10 сан шығады. Бұл жақта да плюс болды. Өйткені арада 4-ті қоятын болсақ, қай жерге қойсақ та 10 сан шығады. Бәрінен 10 сан дауымызға қойсақ 10 сан шығады. Яғни міне осы жерде мына плюс, минус, плюс деген вариантты қабылдайсыңдар сендер. Ол қай вариант болатыны сендерде белгісіз. Так, шешімі 0-ден үлкен аймақтар ол мына жақ. Шешімі мынау болды. Плюс 3-те кіріп кетеді. Яғни x қабылдайтын мәндер минус шексіздіктен 9-ға дейін тік жақша, бірігуі жай жақша 5-тен 3 кіріп кетеді ішіне. Бек бөліп жазамаймыз, іші боялған плюс шексіздікке дейін. Так, бірінші тапсырма осымен аяқталды. Екінші тапсырмада
теңсіздікті шешіңдер дейді бізде. Ол теңсіздікті шешеміз. Шешу үшін мынаны біз квадрат теңдеуге теңестіріп аламыз дағы. Х квадрат плюс 8х плюс 15 тең 0 деп дискриминантпен шешсек болады. Енді біз дискриминантпен де бетпен де шеше берсеңдер болады. Дискриминантпен шешетін болсақ, 8-дің квадраты минус 4 көбейтілген 15 көбейтілген 1. Ол бізде 64, 60-ды айтсақ тең 4 шығады. 4-4-тен 2 шығады. x1 x2-ні табатын болсақ, x1 табатын болсақ, минус 8 минус 2 бөлінген 2 тең минус 5 x2-ні табатын болсақ, минус 8 плюс 2 бөлінген 2 тең минус 3 шығады. Енді бұларды сан аралықтарынан белгілеуіміз керек. Минус 5 пен минус 3-ті белгілейміз. Осылай интервалдармен белгілеп қоятын еді. Енді мына жерде x-ның a-ның мәні 0-ден үлкен болғандықтан, яғни 1-ге тең ғой. Онда мына жер плюс, мына жер минус, мына жер плюс болады. Ол мәндірған. Бізде енді 0-ден үлкен аймақты шешім болады дейді, яғни мына жақта. Бұның жауабы бізде минус x-тіктен минус 5-ке дейін тік жақша іштер боялады екен бізде. Қатаң емес теңсіздік бізде, сондықтан ара тік жақша болады. Минус 5-ке дейін минус 5 қоса алғанда, минус 3-ті қоса алғанда деп тұр ғой. Минус 3-тен плюс 8-ке дейін жай жақша болады екен жауап. Бұл оңай, бұны шығарып жүргенсіңдер. Енді теңсіздіктер жетін бүтін шешімдер санын табыңдар дейді. Бұл жерде біз үстіндегі дискриминантпен шешеміз. Квадрат теңдеуге келтіріп алсақ болады. Үстінде дискриминантпен шешетін болсақ, бізде минус 2-ның квадраты минус 4 көбейтілген минус 12 көбейтілген 2 болады. Одан бізде шығады 4 плюс 96. 100-ден 10 шығады бізде. Түбірден x1 x2-ні табатын болсақ, минус 2 10-тан плюс 2 дейміз, минус 10 бөлінген 2 көбейту 2, анымен 2 тең болғандықтан минус 8 2 көбейтсек минус 2 шығады. x2-ні табатын болсақ, 2 плюс 10 бөлінген 2 бөлінген 2 тең 12-ні 4-ке бөлсек тең 3 шығады екен. Енді бізде демек мұнда ары қарай шығаратын болсақ, бізде 2 анымен 2 тең ғой, x плюс 2, x минус 3 кішіне үлден шығады. Мынақта 3x үлкен 6-тан болып кетеді. Мына жақта жақшаны жасайтын болсақ, x плюс 1, x минус 3 кішіне үлден болады. Мына жақта x үлкен 2-ден. Яғни осы 3 санды 2-ні, минус 2-ні 3-ті сан аралықтарынан белгілейміз. Мына жерде біріншімен минус 2 мен 3-ті белгілей алсам, іштері боялмайды. Минус 2, мына жаққа 3-ті белгілейтін болсам, бұны осылай интервалдар белгілесек болады. Мына жаққа 2-ні белгілеп қояйын. 2. Енді бізде бірінші квадрат теңдеуде мына жерде a-ның мәні 2-ге тең болып тұр ғой. Ол 0-ден үлкен, 2 0-ден үлкен, демек мына жақ 10, мына жақ теріс, мына жақ ол мәндерді қабылдайды. Ал деп тұр, бірақ бұл жерде бұл теңсіздіктің 0-ден кіші аймақ шешім болады деп тұр. Сондықтан бізде 0-ден кіші аймақ мына жерлер болып тұр ғой. Ал астындағы теңсіздікте 2-ден үлкен аймақ дейді. 2-ден үлкен аймақ ол былай қарай плюс x-ке дейін кете береді. Яғни осылай кете береді до конца.
Демек енді осы жерде қиылысып тұрған жері бізде 2-ден 3-ке дейін болып тұр ғой. Сонда осы аймақ x қабылдайтын мәндер бізде 2-ден жай жақша 3-ке дейін болады шешімі. Теңсіздіктің шешімі. Так, осымен 3-ші тапсырмамыз аяқталды. Енді 4-ші тапсырмада бізде рационал теңсіздік. Бұлда да біз бөлшектің бөлімін шығарып алуымыз керек. Мына жерде біз бұны x квадрат минус x минус 56-ны бетпен шығарып жіберсек болады екен. x1 мен x2-ні қосындысы 1-ді беріп тұр. x1 мен x2-ның көбейтіндісі минус 56-ны беріп тұр. Көбейту кестесін беретін болсаңдар, 56 ол 7 мен 8-дің көбейтіндісі бізде. 8 минус 7 тең 1 шығады. 8-ді минус 7-ге көбейтсек, минус 56 шығып тұр. Мынау x1-міз, мына x2-міз болып тұр, минус 7-міз. Енді бұл теңсіздікті былай жазсақ болады да біз. Так, 4x минус 6 бөлінген жақшаның ішінде x минус 1, x бір емес, мына 8 екен, кешіріңдер. X минус 8 болады. X плюс 7 болады. Минус 7 болады, плюс 7. Кіші немесе тең 0. Бірақ бізде бөлшектің бөлімі неге тең болмау керек? 8-ге және минус 7-ге тең болмау керек. Яғни мына арада бізде қатаң емес теңсіздік беріліп тұр. Бірақ біз қатаң теңсіздік санаралықтарынан белгілейміз, санаралықтарынан түземіз. Так, бізде төбедегі теңсіздікті шығарып жіберуіміз керек. 4x минус 6 кіші немесе тең 0-ден 4x кіші немесе тең 6-тан x кіші немесе тең 1,5-тен. 1,5 минус 7 1,5 іші боялады. 1,5-тің сосын 8 іші боялмайды. Белгілейміз. Так. Біз мына жерде санаралықтарын бекіп интервалдар бетіп бөліп қоятын болсақ, қай жерде 10, қай жерде кішімен қабылдайтын аларды жазып қоятын болсақ, 4x минус 6, x минус 8, x плюс 7 кіші немесе тең 0-ден дейді. Минус аймақтар, яғни шешім болайын деп тұр, бізде теріс аймақтары. Нарада минус 8-ді алып нараға қоятын болса, минус 8-ді 4 көсі минус 32, минус 6 минус мән шығады. Минус 8, минус 8, минус 8, минус 16 шығады. Яқта минус 1 шығады, минус қойсек, плюс минус қойсек, минус, минус терісінен қабылдап тұрмыз. Екіншінде, біз минус 6-ны алып көрейік, минус 5 немесе. Минус 5 алсақ, яқта минус шығады, яқта минус шығады, яқтан плюс шығады. Минус, минус, плюс. Минус қойсақ, плюс қойсек, мына жер плюс болады. Мына жерде 1,5 пен 8-дің аралығында 4 деген санды алып көрейік. Мына жерде 4-ті қоятын болсақ, плюс сан шығады, минус сан шығады, плюс сан шығады. Демек мына теріс. 8-ден үлкен санды 9-ды алып көретін болсақ, мына плюс. Мына жерде 9-дан минус 8 алсақ, плюс 1 қалады. Плюстің бәрін бірінемесе плюс болады. Енді бізде 0-ден кіші аймақ деп тұр ғой. 0-ден кіші аймақтар бізде мына аймақтар болып тұр. Мына жерлер. Яғни x қабылдайтын мәндер минус шексіздіктен минус 7-ге дейін жай жақша бірігу, зеттік жақша 1,5-тен 8-ге дейін жай жақша болады екінші шешім. Енді осымен 4-ші тапсырма аяқталды. Енді 5-ші тапсырманы шығаратын болсақ, бұл жерде теңсіздіктер жиынтығын шешіңдер деп тұр. Бұл жерде де дискриминантпен шығарамыз біріншісін. 3x квадрат минус 5x минус 2 тең 0.
дискриминантын табатын болсақ, так, минус 5-ің квадраты 25, минус 4 көбейтілген минус 2 көбейтілген 3. 25-ге қосамыз, біз 4 жерде 2. 8, 8 жерде 3, 24, 49-дан 7 шығады бізде. Так, x1, x2-ні табатын болсақ, плюс 5 болады, минус 7 бөлінген 2 көбейтілген 3. Ол бізде 6-тан минус 2, минус 3-тен 1. x2, так, бізде 5 плюс 7, 6-ға бөлсек 2 шығады екен. Екінші теңсіздігіміз минус x квадрат 4 минус x квадрат кіші нөлден минус 1-ге көбейтіп жіберетін болсақ, x квадрат минус 4 үлкен нөлден шығады. Бұлақта x квадрат тең үлкен 4-тен түбірін астына алатын болсақ, x үлкен плюс минус 2-ден. 2-ден шығады, осылай шығады. X плюс 2 минус 2 шығады. Қысқаша көбейту формуласына келтірсек, оның болса былай. X минус 2, x плюс 2 үлкен нөлден деп жазбасақ та болады екен. Енді сан аралықтарынан белгілейтін болсақ, бұларды. Так. Бірінші 2 интервал қылатын болсам, 2 интервалсыз қылатын болсам, түсініктірек болады өзілерге. Так, бірінші минус 3-тен 1 мен минус 3-тен 1 іші боялады. Жазып қойын. Содан кейін 2-ні жазам. Араға іші боялады тоже. Так, осылай. Екінші теңсіздікте 2 жазылады, іші боялмайды. Өйткені қатаң емес. Сосын бар, неқа минус 2. Неқа таман жазылды. Минус 2. Іші боялмайды тоже. Көрініп тұрған жан. Осылай сан аралықтарын белгілеп қоймыз. Бірінші теңсіздікте, так, екеуінде де плюс. Мына жерде минус плюс болады. Мына жерде де плюс минус плюс болады. Енді бізде, так, нөлден кіші аймақ бізде. Нөлден кіші аймақ болса, мына жер болады бірінші теңсіздікте. Ал екінші теңсіздікте, так, мына жерге қате кетіп қалмадық біз. Мына жерде қате кетіп қалмадық па. Мына жерде, так, теңсіздік өзгереді осы жерде. Так, былай, минус 1-ге көбейтпейтін болсақ, минус x квадрат болатын болса, былай, таңбасы өзгеретін болса, былай өзгеретін. Енді бұл жақта да 0-ден кіші аймақ болып тұр ғой. 0-ден кіші аймақ мына жер болады. Сонда x қабылдайды шешімі. Бүтін сандар шешімі g-ні қай жерден болады. Қай жерде қиылысып тұр. Минус 3-тен 1-ден. Минус 3-тен 1-ден 2-ге дейін. 2-ге дейін болады. Тір жақсы. Жауап осылай. Так, 5-ші тапсырма аяқталды. 5-ші тапсырмамыз. Так, 6-ші тапсырмада теңдеу топтың әр уақыт минус 3-ті квадрат плюс 12-ті плюс 22 теңдеу әр уақыт секунд мезетіндегі биіктігін метр сипаттайды. Топ 13 метр және жолдан жоғары биіктікке неше секунд болады дейді. Яғни бізде т-ның орны так минус 3-ті квадрат
плюс 12t плюс 22 13 метрден 13 метр немесе одан жоғары биік деп тұр ма? Одан 13 метрден жоғары болу керек десе осылай шығарамыз. Минус 3t квадрат плюс 12t плюс 22 минус 13 үлкен немесе тең нөлден дейміз. Минус 3t квадрат плюс 12t плюс 9 үлкен немесе тең нөлден. Минус 3-ке көбейтіп жіберсек болады. Бөлшектің оң жағы теңдеген оң жағын. Соны t квадрат минус минус 4t минус 3 үлкен немесе тең нөлден. Осыны теңдеу шығады бізде. Дискриминантпен шешетін болсақ, бізде минус 4-тің квадраты минус 4 көбейтілген минус 3 көбейтілген 1. Одан бізден шығады 16 плюс 12. Одан 28 шығады түбір астында. 28 бізде 4 пен 7-дің көбейтіндісі. Ол 4-тен 2 шығып кетеді. Түбірдің алдына 2 түбір асты 7 шығады. Енді x1, x2-ні табуымыз керек біз. x1, x2-ні осының оң үлкен мәні шығады. Оң мәні осы есептің жауабы болады, яғни қанша секунд екен. Нарада t деп t-ны тапсақ болады. t деп алғанымыз дұрыс па? x демей, мен x деп кетіппін. Есіп шығару барысында болып тұрады ондайлар. Нарада t1, t2-ні табуымыз керек біз. Теңдеудегідей сендер біздер арада x көбінесе сондай тұрады ғой. Нарада тұрып та уақыт табуымыз керек болсын. Оң үлкен мән шығады, яғни бізде нарада 12 тұр, сондықтан нарада 4 тұр бізде. Минус 4 болғандықтан плюс 4 аламыз. Минус 2 түбір асты 7 бөлінген 2 тең болады. Бізде 2-ні жақша сыртына шығарсақ болады ортақ бөлшегінде. 2 минус түбір асты 7 бөлінген 2 қысқарады, сонда 2 минус түбір асты 7 болады. t2-міз сонда бізде 2 плюс түбір асты 7 болып тұр ғой. Түбір асты 7-ні жоқ мәнмен алатын болсақ, түбір асты 7 жоқ мәнмен ол бізде 2,165 екен. Сонда бізде тең болады 2 минус 2,165. Ол бізде минус 0,165 шығып тұр. Мынау бізде 2 плюс 2,165 демек 4,165 секунд. Мынау бізде ответі болады. Осымен 490-ға арналған ТЖБ тапсырмаларын берілген тапсырмаларын шығару жолы шығарылды. Есептер шығару жолдары ұнаса лайк басып подписка жасап кетіңіздер.